Біз формуланы жаздық, я? Яғни бірінші формулада екі сан деп айтсақ болады, екі санның кубы, ол біріншісінің кубы плюс 3 еселенген біріншісінің квадраты көбейтілген екіншісі плюс 3 еселенген біріншісінің өзі көбейтілген екіншісінің квадраты плюс екіншісінің кубы болады. Ал енді айырма болған кезде жаттаған сөзі тез болады. Бізде біріншісінің кубы минус 3 еселенген біріншісінің квадраты көбейтілген екіншісі плюс 3 еселенген біріншісінің өзі екіншісінің квадраты минус екіншісінің кубы. Осы екі формуланы пайдаланып, енді есептер шығарамыз. 33-те 1. Кеттік алға қарай. Бізде біріншісінің кубы, сосын минус 3 еселенген екіншісінің квадраты көбейтілген біріншісінің квадраты көбейтілген екіншісі. Сосын тағы да плюс 3 еселенген біріншісінің өзі көбейтілген x-тің квадраты болады. Сосын минус екіншісінің кубы болады екен. Енді есептейік. 2-нің 3 дәрежесі деген сөз 2 көбейту 2 деген сөз. Яғни ол бізде 8-ді береді. 8 азайтылған. 2-нің 2 дәрежесі дегеніміз, 2-нің 2 дәрежесі дегеніміз, ол 4-ке тең. 4 пен 3-ті көбейтеміз, сонда бізде қанша болады? 12x болады. Плюс, мына екеуін көбейтеміз, қанша болады? 3 пен 2-ні болады? 6 болады. X квадрат минус x-тің 3 дәрежесі болады екен. Енді бір 4-шіні орындайық. 4-шіні орындайық. Y плюс 3-тің 3 дәрежесі. Біріншісінің 3 дәрежесі плюс 3 еселенген біріншісінің квадраты көбейтілген екіншісі плюс 3 еселенген біріншісінің өзі көбейтілген екіншісінің квадраты. Сосын плюс 3-тің 3 дәрежесі болады. Енді есептейік арғай. 3 дәрежесі. Мына жерде есептесек, екеуін көбейтемін. Екі жағындағы тұрған сандар сол кезде бізде 9 болады. 9y квадрат қосылған 3-тің 2 дәрежесі деген 9. 9-ды 3-ке көбейтетін болсам 27 болады. 27y плюс 3-тің 3 дәрежесі деген ол бізде 3 көбейту 3, ол бізде 27-ні береді екен. Мына жерге ең соңында 27 деп жазамыз. Түсінікті ғой, я? Иә. Жазып ал, келесі есептерді шығарамыз.